Көрермен, қайырлы кеш. Алдыңғы эфирде Тәуіржан Маржанмен таныстықты тоқтатып кетіп еді. Бірақ соңында басқа қызбен танысқысы келетінін айтты. Енді бүгін болса сол өзінің таңдаған адамын айтқан болатын, ол Зарина. Қызымыз кәдімгідей қуанып қалды, әлде ұялды ма? Тәуіржанның айтуынша бұрында орамал тағатын қызбен сөйлеспеген екен. Сырттай ұнатып қалдым, алдыңғы кезде айтқым келді. Бірақ Маржанға деген сыйластығым үшін айтпадым. Жігітке қыздың объективті пікірі ұнапты, әділетті жан болған үшін көзіне түсіпті. Зарина болса оның Тәуіржанның таңдауы Гүлнұр деп ойлапты. Әр эфир сайын жақтаған сол Гүлнұр ғой дегені бар. Зарина өзін таңдайтына үш қайнаса да сорпамыз қосылмайтын адамдарымыз ғой негізі деген. Сәтдәулетті болса, Тәуіржан мен Заринаның таныстығына қарсы болды. Айтуынша қызды Тәуіржанға қимайды екен. Маржанның жылағаны жетеді. Заринамен таныстықты бастамай ақ қой деді. Сәтдәулет Заринаны қызғанды ма, қалай ойлайсыздар? Ал Заринаның жауабы осылай болды. Тәуіржаннан үлкен махаббат күтпеймін, үйленіп кетеміз деп ойламаймын. Кейбір ойларымыз сай келіп тұр, сондықтан танысып көргім келеді деді. Тәуіржан бір ұялып қалғандай болды, қыздың жауабын естіп. Күшті таныстық басталды, аралары бір жас екен. Қыз 24-те, жігіт 25-те. Алда керемет жұп болып қалар деген ойдамыз. Ал көрерменнің пікірін көрейік. Заринаның бірде-бір жігітке жоқ дегенін естімеппін. Сонысына қарай бірде-бір тұрақты ара қатынасы жоқ. Неге деген ой келеді, жігіттер Заринаға емес. Орамалына қызығып артынан не болып қалады сендерге? Зарина өте ұят қылдың, кеше Маржанның көлігімен Шымкентке бардың, анасын көрдің. Маржанның состояниесін көре тұра, иә деп ұялмай танысқанға жол болсын. Женская солидарность жоқ екен, ертең сеніңде жылап бауыр басып қалмасына кім кепіл? Соңына дейін пранк деп күтіп едім өз басым. Хейтерлерге мән бермеңіз, оларда инфаркт. Зарина күйеулерін тартып алғандай жаман жазады ғой. Бұрынғы көре алмайтын адамдары іштері өртеп барады. Дейді көрермендер, сіз қалай ойлайсыз?